Bizde проект бар 189 bizde қызмат көрсетіледі елге мемлекет тарабынан. Ошоның бардығын тең біз электron формат көз бүт министерство ведомство ошшар емес. Түндіктің қосып тұрып взаимодействие деп қояды. Взаимодействие. Ошоға киргизип и бардық мемлекет органдардың қызмат көрсетсін электрон формат өткізіш. Мына айтайын, бір мысал айтайын. Мына үшін ел наразы болып отады мемлекет билігі. Үшін дегенде мемлекеттік органдар ошол көрсеткен қызматты кейде бюрократия болып, оғанына көрсетпей, қолынан келсе де аны созып, аны басқа бір схемаларды кіргізіп алып, ошол өмір пайда тапқанға айлантып алған нәрселер бар. Мұны айтып кетейін, кеше мұны аз един нақты деп қойды, бірдікті терезе. Бүт тұрмақ ашабыз. Мұна бір мисал. Өзіңнің сотталбаған жөнінде справка алыш үшін Ішкі істер министерствінің бөлімдеріне барып, областық, шаһардық мекемеге барып, алыш үшін ошол жерден дагы күтөсүн бір айлап келди. Аерде дагы ошол жер ушуга чейин болгон, күнүгө очередь болгон. Очередь. Элди күттүрмөй, анан ортосунда ортомчулар пайда болгон. Мына азыр право алыш боюнча дагы мына өткөндө айт классына бирикти деп. Ошол өзүнүн мээнетинен окуган правону алыш үчүн дагы ортодо ортомчулар ашык болгон үчүн ошондо схема кылып алып, көбү элге жаман көрсөтүп мамлекет бийликти өз кызыксына пайдаланган моменттер болгон. Мына кеше көрдүңөр, бул бир мисал айтып атам. Бирдикти ачылды, айнын. Азыр справка МВД дагы. Эмне болсо дагы телефон аркылуу төлөйт, банкка баргандай очередке турат дагы алып кете берет. Мына ушуну киргизиш керек. Мамлекеттик орган, биздин граждандар bir organdan ikinci organga spravka taşıvaş gerek. Al memleketlik organlar, iki organga al birbirine surab alış gerek. Buna uşunda sistema tüzület buyursa, bu vakti gerek. Buga biz hazır katı başladık, açık. Buna memleketlik organda açık kılganga. Bu boyunca vakti gerek. Bu yıl buna 45'ke şeyin kirgizemiz de atağız. 20. yılı включительно мен тапшырма беріп отам, тапшырма. Біз мемлекеттік көргізген қызматтарын барын тең электрон форматқа өткіземіз.